Мен Альберт Эйнштейн, теоретикалық физикпін. Мен табиғаттың негізгі заңдарын түсіндіруге, әсіресе кеңістік пен уақыттың байланысын зерттеуге көп күш жұмсадым. 20 ғасырдың бірінші жартысы ғылымның өте қарқынды дамыған кезеңі болды. Бұл уақытта өнеркәсіптің дамуы, мемлекеттер арасындағы бәсекелестік және дүниежүзілік соғыстар ғылым мен техниканың дамуын жеделдетті. Ғалымдар жаңа теориялар мен тәжірибелер арқылы табиғат құбылыстарын тереңірек түсіндіре бастады. 1905 жылы мен салыстырмалылық теориясын ұсындым. Бұл теория кеңістік пен уақыт туралы түсінікті өзгертіп, қазіргі заман физикасының дамуына негіз болды. Сол кезеңде 1911 жылы Эрнест Резерфорд атомның ядролық моделін ұсынды. Бұл жаңалық атом құрылысын түсіндіруге жол ашты, медицина саласында да маңызды жетістіктер болды. 1928 жылы Александр Флеминг пенициллин антибиотигін ашты. Бұл жаңалық көптеген ауруларды емдеуге мүмкіндік беріп, адамдардың өмірін сақтап қалды. Осылайша ғылым қоғамның дамуына үлкен әсер етті. Ғылыми жаңалықтар өндіріс, медицина және технология салаларын дамытып, мемлекеттердің әлеуметтік экономикалық дамуына маңызды ықпал жасады.